біз қазақ тілді қазақтар, біз онсыз да бұрыннан да сол отарлыққа қарсы күресіп келе жаттық. Және онымызды нацпаттар, ұлтшылдар деген сияқты ярлыктар жапсырып, біздің өзімізді шеймет ететін, мысалы, біздің өзімізді әлі күнге дейін солай. Иә. Бірақ қазіргі жағдай оның бәрін теңестірді деп ойлаймын. Барлық мысалы деколонизацияға қарасақ, Латын Америкасындағы, Үндістандағы, немесе Африкадағы, айталық бұрынғы колониялардағы барлығында жергілікті мәдениеттің өкілдерінің дауысы маңыздырақ. Соғыстың арқасында болсын, басқа болсын, ол енді бізге ыңғайлы дүниеде бәріміздің мақсатымыз бір болды, әйтеуір үйісуға, бірігуге мүмкіндік туды деп ойлаймын. Қазақ тілін оқымайсың, тұқыртуға болады, бірақ осыған дейін біз тұқыртқаннан олардың бәрі үйреніп кетер еді. Өздері түсініп, ол қазақ тілін үйренуге деген ұмтылыс өздерінің ішінен шығу керек.